Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосон тесттерін талдайтын боламыз. Бізде бүгін 91-ші видео Tesla бойынша. Осының алында 90 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Және де құрметті достар, осы тестке доступ алғыларыңыз келсе, pdd.test.kz сайтынан таза тесттерін алғыларыңыз келсе, 100% автосонда келетін. Комментарияда WhatsApp номер болады, соған міндетті түрде жазыңыздар. Және бізде қазір акция болып жатыр, бір ай алсаңыздар, бір ай сыйлыққа беріледі. Бағасы максимал түрде түсірілген. Маған жазсаңыздар, мен бағасын түсіріп беретін боламын. Комментарияда WhatsApp номер болады. Давайте бәріміз жазайық. Осы тест арқылы өздеріміздің уақытымызды, энергиямызды, күшімізді үнемдейік, құрметті достар. Ешқандай қиындатпайық, барлығы оңай. Адамның жасаған адам жасай алады, құрметті достар. Ал ендеше кеттік, тестімізді бастайық. Естен танудың негізгі белгілері дейді. Бірінші сұрақ. Так, бұл жерде бізде әрине А варианты дұрыс. Құлақтағы шумен қатар бас айналу, әлсіздік, көз алдының қараңғылануы, аз уақыттан естен тану 10 секундқа дейін науқастың құлауы дейді. А варианты бізде дұрыс. Келесі, екі аяқ қол ампутациясы жасау кезінде қандай алғашқы көмек көрсету қажет? Бұл жерде де А варианты дұрыс. Мынаны оқымай-ақ қояйын, давайте өздеріңіз пауза қойып жаттап алыңыздар. 3. Автомагистралда шағын автобус жүргізушілер дыбыстарына қандай ең жоғары жылдамдықпен жүре алады? Әрине бізде бұл жерде 110 км/сағат жылдамдықта. Автомагистралда максималды жылдамдық қанша, құрметті достар? Әрине бізде 140 автомагистралда. Ал автобустарға, шағын автобустарға 110 км/сағат. Так, менде яркость түсіп қалғандай болды. Что-то сәл қараңғыланып кетті ма да телефон. Осы жағдайда сізге солға бұрылу үшін қай жолақпен қозғалуға рұқсат беріледі? Так. Қай жолақпен? Шеткі сол жолақпен, так, оң жолақпен, кез келген жолақпен. Бұл қиылса солға бұрылуға тыйым салынған. Так, тыйым салынбаған, тыйым салынбаған. Нақтылап қарап алайық. Оң жолақпен, сол жолақпен. Так, негізі сол жолақпен, құрметті достар. Ешкімге зиянымызды тигізбеу үшін сол жолақпен бұрылуымыз керек. Өйткені мына аяғымыздан машина шығып қалса, бізде необычный ДТП болады. Все, кеттік, келесі сұрақ. 5. Сіздің шаршағаныңыз зейініңізге және реакцияңызға қалай әсер етеді? Зейініңіз бен реакцияңыз арта түседі, нашарлайды. Так, нашарлайды, нашарлайды. 6. Тәуліктің жарық уақытында қандай көлік құралдарында оларды белгілеу мақсатында жақын жарық фаралар немесе күндізгі жүру оттары қосылады? Так. Барлық жүретін көлік құралдарында, құрметті достар. Жеті, қандай жағдайда 12 жасқа дейінгі балаларды алдыңғы орында тасымалдауға рұқсат етіледі? Балаларды арнайы ұстау құрылғысы бар болған кезде, қауіпсіздік белдігі көмегімен балаларды отырғызып қоюға мүмкіндік беретін құралдар бар болған кезде. Бұл жерде бізде А варианты дұрыс. По-любому бізде ұстау құрылғысы бар зат керек. Сізге осы жағдайда қиылыста аялдауға рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда бізде тыйым салынатын басып қойдым. Егер осы таңбасығына дейінгі қашықтық 3 метрден артық болса, немесе бұл көлік құралдарына қозғалысына кедергі келтірмесе, рұқсат етіледі. 3 метрден артық болса дейді, бұл жерде бізде 3,5 метр. Сондықтан бұл автомобильге рұқсат етіледі. Так, бұл жерде біз қалай болады екен? Мына жаттап алыңыздар. 3,5 метр, 3 метрден артық болу керек міндетті түрде. 9. Іштің ашық жарақаты кезінде көрсетілетін алғашқы көмек. А варианты дұрыс, құрметті достар. А варианты. Давайте жаттап алайық осы сұрақтар, медицинский сұрақтар. Енді мен сіздерге тәлпіштеп тұрып түсіндіре алмаймын медициналық сұрақтар. Бұларды только жаттап алсаңыздар болады. Или для себя кәдімгідей медициналық кітаптарды оқып өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдірсеңіздер болады.
10 сізге таңбаның үзік сызығы шегінде кері бұрылуға рұқсат етіледі ме дейді. Әрине рұқсат етіледі. Бізде самое главное ана жерде үзік таңба сызығы бар. Және де құрметті достар, бізде астында осындай объяснение болады, анықтамасы. Осы анықтамадан біліп отсаңыздар болады, неден қателестіңіздер, не дұрыс емес, соның бәрін оқып біліп алсаңыздар болады. Егер көлік құралдарының қозғалыс траекториялары қиылса, ал жол жүру кезегі ережелерге көрсетілмесе, онда біз не істейміз? Әрине бізде правый помех деген бар. Яғни оң жағымыздан кім келе жатыр, соған жол береміз. Сол келе жатқан көлік өзінің оң жағынан келе жатқан көлікке жол береді. Мінекей, оң жақтан келе жатқан көлік құралына жол беру. Бізде ештеңе жоқ, ешқандай майы қызметкері жоқ, және де бағдаршам жоқ, жол белгілері жоқ, түк жоқ, биылға. Сондай жағдайда осы ережеге бағынамыз, тупо жаттап алыңыздар. 12. Тежегіш іске қосылғаннан бастап толық тоқтағанға дейін жүріп өткен жол. Тежегіш іске қосылғаннан бастап толық тоқтағанға дейінгі жүріп өткен жол. Біз торымызды бастық, біздің тоқтағанша не деп аталады деп тұр ғой, сол жол. Тежегіш жол деп аталады деп. Бір түрліген аты, тежегіш жол. Тоқтау жол деп аталады, сіздің реакцияңыз уақытында жүріп өткен жол. Мәссаған. Тежегіш жол деп аталады екен, құрметті достар. Давайте бәріміз жаттап алайық. Мен де жаттап алайын осы сұрақты. Осы жағдайдағы сіздің әрекетіңіз. Мәссаған. Майы қызметкері мінекей. Қасымыздан өтіп келе жатыр. Жүруін одан әрі жалғастырады. Ешқандай біз ештеңе істеген жоқпыз. Ереже бұзбадық. Бұл жағдайда жүргізуші бізде А варианты дұрыс. Бұндай жағдайда, яғни бізде пойыз қызыл жанып тұр ғой, бағдаршам. Ондай жағдайда біз тоқтаусының алдында тоқтаймыз және бағдаршамның рұқсат беруші сигналын күтіп, өтпеден жүріп өтеміз. Әрдайым сақ болыңыздар, осындай пойыз өтетін жолдарда өте қауіпті енді. Кейбір адамдар ережені сақтамайды. Содан жазатайым оқиғалар өте көп болады. Көрсетілген қай арақашықтық дистанция болып саналады? Мен ойымша бұл жерде бір жатады. Бір по-любому жатады деп ойлаймын өзім енді. Бір мен екі сияқты, бір мен үш бәлде. Давайте бір мен үшті басып көрейік ал. Айттым ғой, құрметті достар, жаңа мен айттым. Бір по-любому жатады бір. Және менде ой келді, неяқта үшінші тұр екен, значит үште жатады деп. Сөйтсем тек қана бір ғана дұрыс. Міне көріп тұрған шығарсыздар, қарасыздықты. Яғни автомобиль осы ережеге бағыну керек, әрдайым дистанция сақтап отыру керек. Өзіңізге және басқаларға зияныңызды тигізбейсіз. 16. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе? Егер ол көлік құралдарының қозғалуына кедергі тудырса, тыйым салынған. Инсульт кезіндегі алғашқы көмек дейді бізде. Егер зардап шегушіні есіне тамбаса, егер сусын жұта алса, онда кофеинсіз жылы сусын беріңіз. Басқа сұрақпен шатастырып алдым. Осындай медицинский сұрақтар бар, бірақ мен басқа сұрақпен шатастырып алу көп болады, құрметті достар. Науқасты тыныштандырыңыз, жедел жәрдем шақырыңыз, ыңғайлы қалып таңдауға көмектесіңіз дейді. Мінекей А варианты бізде дұрыс. Және де құрметті достар, осы сайтты егерде алған болсаңыздар, менен алған болсаңыздар, күнделікті 10 шақты рет қатарынан кіруге тырысыңыздар. Сонда жаңа сұрақтар шығады. Сіз бір кірдіңіз, бәрін жаттап алмайсыз. Осылай тестті жайлап тапсыратын боласыздар. Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдауық маяқ қосылғанда дейді.
бұл жерде бізде мына жауап дұрысы аталған кез келген жағдайларда. Қызғылт сары немесе сары түсті жарқылдау мая қосылғанда дейді. Мінекей мынаның барлығы жатады, құрметті достар. Жолдар салу, ауыр салмақты ірі көлемді жүктер тасымалдау, соларға ілесіп жүретін көліктер және жаңа ауыр салмақты таситындар ғой. Ұйымдастырылған балалар топтарын тасымалдауға арналған автобустар, күзетілетін объектілерге рұқсат кірген кезде және күзет ұйымдары, ұтқыр топтарының көлік құралдарында, жаңа сары бізде сигнал жанып жүреді ғой қалада. Осындай. Келесі 19. Осы жағдайда сізге оң жақтан басып озуға рұқсат етілген бе? Әрине, тыйым салынады, өйткені бізде ол жақта бағдарлық көлік құралдарына арналған жол. Яғни автобустар. Келесі 20. Жарақат соғылу кезінде алғашқы көмекті қалай көрсету керек? Соғылу кезінде су компрессор басамыз, соғылған аймақта тыныштық күйде ұстау. 21. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы хабарландырады? Бір жақты қозғалысы бар жолға шығу, 22. Қандай жағдайларда мұз басқан жолда анағұрлым қауіпті? Ауа температурасы су қату нүктесінен жоғары болғанда, ауа температурасы су қату нүктесінен төмен болғанда, осы жағдайда ауа температурасы қауіпсіздікке әсер етпейді дейді. Бұл жерде менің ойымша мұз басқан жолда анағұрлым қауіпті. Ауа температурасы су қату нүктесінен жоғары. Ауа температурасы су қату нүктесінен жоғары шығар, әлде төмен бе? Мына сұрақты мен қорып та жатыр. Давайте жоғары. Өте әдемі. Керемет. В общем, түсінген шығарсыздар, қандай жағдайда бізде қауіпті? Ауа температурасы бізде қатып атқан бар ғой, жер, мұз, содан жоғары болғанда өте қауіпті деп тұр. 23. Аяқ қолдарын үсік шалған зардап шегушіні жылы орынға әкелген кездегі алғашқы көмек. Бұл жерде бізде киімін шешу, азыздан жақындалған дене бөлігін жылыту, таза таңғыш салу, кофеинсіз алкогольсіз көп мөлшердегі жылы сусын ішкізу, жедел жәрдем шақыру. Мінекей, құрметті достар, мына жақта кофеинсіз деп тұр. Мен тұрдымда мана бір сұрақпен шатастырып алдым қазір қаяқта. 17 ғой да. 17 сұрақта бізде мінекей, онда кофеинсіз жылы сусын беріңіз. Тупо ойладым, кофеин деген сөз бар, мен солай жаттап алам деп. Бірақ мен олай емес екен. Сұрақтарда айырмашылықтар өте көп. Мен күнделікті кірмеймін, бір аптасына бір рет кіретін шығармын, кірсем бар ғой. Алғашқы көмек көрсетудегі алгоритмнің бірінші кезеңіне жатады. Аймақты қарау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Бірінші кезең бізде апат болған аймақты қарау және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. Адамдарға көмектеспес бұрын бізде аймақты қарап аламыз, жан-жағымызды. Не болып жатыр? Бізге өзімізге қауіп төніп қалмай ма? Біз басқаға көмектесеміз деп өзімізге қауіп төндіріп алмаймыз ба деген сияқты ғой. 25. Осы жағдайдағы сіздің әрекетіңіз: тоқтайсыз және қозғалысыңызды тек шлагбаум ашылғаннан кейін жалғастырасыз. Шлагбаумды айналып өтіп, қозғалысыңызды жалғастырасыз. Мәссаған, не деп кетті мынау? Жақындап келе жатқан пойыздың жоқ екенін көзіңіз жеткеннен соң қозғалысын жалғастырады. Тоқтаймыз, по-любому. Шлагбаум ашылғаннан кейін барып қана жүре аламыз. Автомобильді басқару кезінде тайғақ жолда газ басқышын күрт басу неге әкеп соқтыру мүмкін? Тайғақ кезде, газды басқан кезде не болып кетеді? Қозғалтқыш жұмысын тоқтауына, аударылып қалу сәтінің артуына, жетекші дөңгелектердің сағалануына және автомобильді билік сырғуына. Әрине, бізде С варианты өте сауатты түрде жауап беріп тұр. Келесі, бұл жол белгісі жүргізушіге не туралы хабарлайды? Тұйық жол, жолдың оң жағында өтпелі жол жоқ, оңға бір өтпелі жол жоқ, яғни тұйық көше белгісі ғой. Тұйық деген. 28. Тік еңісте қозғалтқышпен тежеу кезінде сіз мынадай жағдайларға сүйене отырып берілісті таңдауға тиіссіз. Еңістік болған сайын беріліс төмен, еңістік болған сайын беріліс жоғары дейді. Мәссаған, еңістік болған сайын беріліс төмен екен, құрметті достар. Аслында осындай анықтамасы бар.
Бұл жерде бізде В варианты дұрыс екен. Келесі 29. Реанимациялық шараларды жасау кезінде өкпеге ауаның кедергісіз өтуі үшін не істеу қажет? Киімді ағыту, бастың астына валик қою. Жауырын астына валик қою, басты артқа шалқайтып, киікті көтеріп, ауызды ашу қажет дейді. С варианты бізде дұрыс сияқты, иә, дұрыс. 30-ға келіп қалыппыз. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша нені көрсетеді? Бұл бізде белгінің жүру көлігінің жабына ылғалды болған уақыт кезеңінде қолданылады. Бұл бізде жаңбыр, қар, ондай емес. Бүгін бізде асфальт не болып жатса, жолымыз ылғалды. Сондай кезде осы белгіге бағынамыз. Яғни бізде шектеу жылдамдығы көрсетілген, соған бағынатын боламыз. 31. Бастың жабық жарақаты кезінде алғашқы көмек. Жабық жарақат кезінде басқа суық зат қойыңыз. Зақымдалған аймақты сумен салқындатыңыз. Салқындату ауру сезімін азайтып, шоқтың болу мүмкіндігін азайтады. Зардап шегушіге көп мөлшерде жылы және тәтті сусын беріңіз дейді. Бұл жерде менде А және В варианттары сәл енді шатастырып тұр, В варианты бізде көп жауап беріп тұр, бірақ мен дұрыс емес екен. А варианты қарапайым ғана бере салып, бірақ дұрыс. Короче, осы сұрақта жаттап алыңыздар, құрметті достар. Келесі 32. Бұл жағдайда жол қозғалысына қатысушылардың қайсысы ереже бұзушы болып табылады? Әрине, бізде мопед жүргізушісі бірден көзге түсті, келесі велосипед жүргізушісіне вообще тыйым салынады. Ол жерде бізде былай ғой, реттелмейтін, құрметті достар, егер де велосипед жүргізушісі реттелетін жаяу жүргіншілер жолдарында тыйым салынады жүруіне. Тек реттелмейтін, және адам ол бізде қызылдан өтіп бара жатыр. Бұл видеоны жақындатып қарасаңыздар, қызыл жанып тұр. Барлығы, 33. Егер қарама-қарсы жол айырығында бөгет болған жағдайда қандай жол белгісі сізге басымдық береді? Енді қалай болады? Тік өрлеу, екінші белгі жатады, және 4, 2 және 4. 34. Капиллярлы қан кету қалай сипатталады? Капилляр біркелкі ағады, біркелкі. Қан жарадан біркелкі ағады. Капилляр деген ең азы ғой, 35. Сізге тежеуден туындаған сырғанау кезінде тежегіш басқышына қалай әсер ету қажет? Басталған тежеуді тоқтату дейді. Тоқтатамыз, құрметті достар. Бізде сырғанау болып жатыр. 36. Тротуар. Саған А вариант дұрыс па деп оқымадым, құрметті достар, мына сұрақты мен. Просто үлкен жауап беріп тұрген, сондықтан дұрыс па деп ойлап едім. 37. Осы жағдайда сізге көлік құралын айналып өтерде солға бұрылудың жарық көрсеткішін қосу қажет пе? Әрине, қосуымыз қажет. 38. Аталған қай участке бойынша жүру кезінде сырғанау туындауы анағұрлым ықтимал дейді. Сырғанау қар басқан жолмен жүру кезінде дейді. Асфальт, бетон жолмен жүру кезінде, аталған кез келген учаскеде жүру кезінде, қара жолмен жүрген кезде, қар басқан сияқты, По-любому қар басқан жерде сырғанау болады, 39. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтеді. Әрине, бірінші болып, знакқа бағынсақ, жол белгісін қарасаңыздар, қара қою сызық бізде солға қарай бұрылғандарда басымдық бар деп тұр. Сондықтан автобус жүргізушісі жол береді. Мына жағдайда қара автомобиль жүргізушісі тоқтайды. Қай жерге тоқтайды? Әрине, бізде тура жаяу өтпе жолдың алдында тоқтайды. Ал құрметті достар, осымен тест сұрақтарымыз аяқталды. 19 минут 52 секундта біз тапсырып шықтық, құрметті достар. Құттықтаймыз, сіз тестті сәтті тапсырдыңыз дейді. Құрметті достар, бұйырса енді келесі видео бір 3-4 күннен кейін шығатын болады. Осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Туған туыстарыңызға, достарыңызға, пырап алғысы келіп жүрген барлығына таратыңыздар. Және де тест сұрақтары бойынша комментарийда WhatsApp номер бар, соған жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Барлықтарыңызды бұйырса келесі видеода көремін деген ойдамын. Ендеше сау болыңыздар.